Бұл есепті шығару үшін біз 150-ді 100-тен 20-ға көбейту керекпіз. 100-тен 20-ға көбейту керекпіз. 100 пен 20 қысқарылады. 20-ға 1 болады, 5 болады. 150-ді 5-ке бөлсек 30 болады. Дұрыс жауап бізде 30 болатын еді. Екінші есеп 20 санының 15%-ын тап. 20-ны 200-ді 100-тен 15-ке көбейту керек едік. Сонда бізге тиімдірек 200 пен 100-ді қысқарту 1, 2, 2-ні 15-ке көбейтсек 30 болатын еді. Дұрыс жауап. Үшінші есеп 60 санының 5%-ын тап. Аналогично 60-ды 100-тен 5-ке көбейтеміз. 60-ды 5-ке көбейтсең 300, 300-ді 100-ге бөлген кезде 3. Дұрыс жауап бізде 3 болатын еді. А, 80 санын 25%-ке арттыр. Яғни 25%-ке арттыр дегенді қалай түсінуге болады? 25%-ке 100% қосамыз, арттыр десек. Сонда 125% болатын еді бізде. 25%-ке өсті. 25%-ті 100%-ке бөлу арқылы ондық бөлшек түрінде жазамыз. 25-ті 100-ге бөлгенде 1,125 болатын еді. Енді 80-ді 1,125-ке көбейту керекпіз. 80-ді 1,125-ке көбейтсек, бізде жауап 100 болатын еді. Яғни дұрыс жауап бізде С болатын еді. Екіншісі 120 санын 10%-ке кеміт. 100%-тен 10% азайтамыз. 10%-ке кеміт деп жазылған үшін бізде 90% болатын еді. Енді 90%-ті ондық бөлшек ретінде жазу үшін 90-ды 100-ге бөлеміз. Дұрыс жауап 0,9 болатын еді. Енді 120-ны 0,9-ға көбейту керекпіз. Дұрыс жауап 108 болатын еді. Сонда жауап Б болатын еді. Алтыншы есеп 30 саны 120 санының неше пайызы? Бұл есепті шығару үшін пропорция ретінде жазып аламыз. 120-ны 100% дейміз. 30 санын x% дейміз. X%-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жазамыз. X-ті табу үшін енді 30-ты 100-ге көбейтіп 120-ға бөлетін едік. Пропорция заңы бойынша. 30-ты 120-ға қысқартамыз. 1 болады, мында 4 болады. 100-ді 4-ке бөлсек 25% болатын еді. Дұрыс жауап сонда бізде Б болатын еді. 100 бөлінген 4 қатынасын қысқарт, яғни бөлуді бөлшек ретінде жазу алуға болады. Қандай санға қысқартуға болады? Әрине 2-ге қысқартуға болады. 4-ті 2-ге бөлсең 2, 10-ды 2-ге бөлсең 5. Сонда дұрыс жауап 2-ден 5, яғни 5-ті 2-ге бөлген деген жауап болатын еді. Келесі 21-ді 28-ге бөлу. Қандай санға қысқарады? Әрине 7. 21-ді 7-ге бөлсең 3, 28-ді 7-ге бөлсең 4. 3-тен 4 болатын еді. Яғни 3-ті 4-ке бөлгенде, яғни 4-тен 3, 3-ті 4-ке бөлген болатын еді. 9-шы есеп 5-тен 3 әлде 60% қайсысы үлкен? 5-тен 3-ті біз процентке айналдыру керекпіз. Ол үшін бөлімін 100 деп қалып алу керекпіз. 100-ді 5-ке бөлсек 20 болады. 3-ті 20-ға көбейтсек 60. 100-ден 60 деген бізде 60% болады. 60% пен 60% бірдей, яғни жауап С болатын еді, бірдей деген жауап. 10-шы есеп 1-ді 3-ке бөлу бізде былай жазып алуға болады. 3-тен 1, яғни 1 бөлінген 3 деп. 11-ші есеп 20 оқушы бар сыныпта, 30% қыздар қанша қыз? Бұл есепті шығу үшін 20-ны біз 30%-ны тауып алу керекпіз. 100-ден 30-ға көбейту керек едік. Сонда 20-ны 30-ға көбейтсек 600 болады, 600-ді 100-ге бөлсек 6 болады. Яғни сыныпта 6 қыз болатын еді. 20-дан 6-ны азайтып 14 ұл деп жазып алуға болатын еді. Егерде ұлдарды сұрайтын болса. 12-ші есеп 500 болды баға, 10% скидка жаңа баға. Яғни 500-дің 10% бізде 50 ғой. Біз сонда 500-ден 50-ді азайтып 450 деген жаңа баға алатын едік. Осы жауап болып бізде. Келесі есеп 50 санын 10%-ке арттыр. 10%-ке арттыр дегеніміз 110% қойды. 110-ды 100-ге бөліп, ондық бөлшек ретінде жазып алуға болады 1,1 деп. Яғни біз 50-ді енді 1,1-ге көбейту керек едік. 50-ді 1,1-ге көбейтсек 55 болады, яғни 55 болады жауап. 14-ші есеп 8-ді 12-ге қатынасын қысқарт, яғни 12-ден 8 қандай санға қысқарту, қандай санға бөлуге болады едік? 4-ке бөлуге болады ғой. 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады, 8-ді 4-ке бөлсек 2 болады. 3-тен 2 деп жазып алуымызға болады. Яғни 2 бөлінген 3. 15-ші есеп 5-тен 2, 2-ні 5-ге бөлгенде x-ті 20-ға бөлгенге тең болып тұр. X-ті табу үшін пропорция заңы бойынша 20-ны 2-ге көбейтіп 5-ге бөлетін едік. 20-ны 2-ге көбейтсек 40, 40-ты 5-ге бөлсек 8. Дұрыс жауап болатын еді. Келесі есеп қайсысы үлкен 2 килограмм әлде 1500 грамм? Біз білеміз 1 килограммда 1000 грамм бар екенін, соответственно 2 килограммда 2000 грамм бар. Сонда дұрыс жауап 2 килограмм көп болатын еді. 2000 грамм көп 1500 граммнан. 17-ші есеп 900 санның 1%-ын тап. 900 санның 10% 90 болатын еді, 1% 9 болатын еді. 18-ші есеп 75 саны 300 санның неше пайызы? Яғни 300 саны 100% болса бізде 100% болса 75 саны x% неше процент? Тауып алу керекпіз. X-ті табу үшін біз 75-ті 100-ге көбейтіп 300-ге бөлу керекпіз. 100 пен 300 қысқарады, 1 болады, 3 болады, 75-ті 3-ке бөлгенде 25 болады, 25% жауап. Ответ С болатын еді. 70 санның 40%-ын тап. Бұл есепті шығару үшін 70-ті біз 40% 0,4 қой көбейту керек едік. 70-тен 4-ке көбейтсек 28 болады. Дұрыс жауап С болатын еді. 90 санның 70%-ын тап. 90-ды біз 0,7-ге көбейтетін едік. 70% ондық бөлшек ретінде 0,7 деп жазып алдық. Дұрыс жауап сонда 63 болатын еді.
Үшіншісі 240 санның 35%-ін тап. Соответственно, тоже 240-ты 0,135-ке көбейтетін едік. 0,135-ке көбейтетін едік. 240-ты 0,135-ке көбейтсең, 84 болатын еді. Дұрыс жауап осы болатын. Келесі есеп. Так, сан 15%-ке артты да 230 болды бастапқы сан. Мұнда 15%-ке артты деген сөз тұр. Яғни 100%-ке 15 қосып, 115% деп жазып аламыз. 115%. 115%. 115-ті 100-ге бөлетін едік. Ондық бөлшек ретінде жазу үшін 115-ті 100-ге бөлсек, 1,15 болатын еді. Бізде қараңдар енді, қандай санды 1,15-ге көбейтсек, 230 болады. X-ті табу үшін біз 230-ты 1,15-ге бөлу керек болатынбыз. 230-ты 1,15-ге 115-ге бөлген кезде 200 болады. Дұрыс жауап болатын еді. 23-ші есеп. Қандай санды 20%-ке кеміде деп жазып тұр. 0,8-ге көбейткенде бізде 160 болады. X-ті табу үшін 160-ты 0,8-ге бөлу керекпіз. Сонда жауап 200 болатын еді. 24-ші есеп. 18 қай санның 12%? Бұл есепті табу үшін 18 белгілі бір санның 12%. Ал 100%-ті қандай сан деп пропорция құрап алуға болатын еді. X-ті табу үшін 18-ді 100-ге көбейтіп 12-ге бөлу керекпіз. 18-ді 100-ге көбейтіп 12-ге бөлу керекпіз. Сонда дұрыс жауабымыз біздің 18-ді 100-ге көбейтіп 12-ге бөлгенде 150 болатын еді. 150. 25-ші есеп. Ұлдың қызға қатынасы 3-тен 2 деп тұр бізде. Яғни 3-тен 2 қатынасындай болып тұр. Ұлдың қызға қатынасы. X деп жазуға болады ғой да? X деп. Сонда 3x қосылған 2x бізде 25-ке тең болып тұр. 25-ке 3x-ке 2x қоссақ 5x тең болады 25 деп аламыз. X-ті табу үшін 25-ті 5-ке бөлу арқылы 5 деп жазып аламыз. Яғни қараңдар, x-тің орнына 5-ті қоямыз енді. 3-ті 5-ке көбейтсек 15 болады, 2-ні 5-ке көбейтсек 10 болады. 15-ке 10-ды қоссақ 25 шығып тұр. Ұлдардың саны. Ұлдар бірінші тұрғасын 15 болады жауап. Так, келесі 26-шы есеп. Пропорцияны шеш. X-тің 15-ке қатынасы 2-ның 5-ке қатынасына тең болып тұр. Бұл жерде x-ті табу үшін біз 15-ті 2-ге көбейтеміз, 5-ке бөлеміз. 5 пен 15 қысқарады, 1 болады, 3 болады. Жауап 6 болатын еді. Енді қайсысы тез? Кім жылдам? А ма, Б ма? Жылдамдығын тауып аламыз. 150-ді 3-ге бөлсек, 150-ді 3-ге бөлсек, бізде 50 болады. 240-ды 4-ге бөлсек, 60 болады. 60 көп болатын еді. Жауап Б болатын еді бізде сонда. Келесі есеп. 80 мен 92-ге дейін өсті санымыз қанша пайызға артты дейді. Яғни 80-ді 100% деп алайықшы. Ал 92 санын x% дейік. Сонда x-ті табу үшін біз 92-ні 100-ге көбейтеміз, 80-ге бөлетін едік. Бұл жерде 80 мен 100 қысқарады. Бізде 20-ға қысқарады. Яғни мұнда 80-ді 20-ға бөлсең 4 болады, 100-ді 20-ға бөлсең 5 болатын еді. Сосын 4 пен 92 қысқарады. 92-ні 4-ге бөлген кезде 23 болады. 4-ті 4-ге бөлсең 23-ті 5-ге көбейту керекпіз. Енді жауап 115 болатын еді. Қараңдар енді 115%. Яғни 80 сан 100% болса, 92 115% болып тұр. Сонда қанша пайызға артты? 15 пайызға артты. 29-шы есеп. Айтады, сан баға 1200 теңге. 1200, қараңдар, 1200 болды. Алдымен 10%-ке артты дейді. Яғни 110%, 110%-ті ондық бөлшек ретінде 1,11 деп алуымызға болады. 1200-ді біздер біріншіден 1,11-ге көбейтіп 1320 деп шығарып алатын едік. 1320. Енді осы сан қараңдар кейін 10%-ке кеміді. Яғни 1320-ны 10%-ке кеміді дейді. Яғни 0,9-ға көбейту керек едік. 100%-тен 10% азайтамыз, 90%-ті ондық бөлшек ретінде 0,9 деп жазып алуымызға болады. Сонда 1320-ны 0,9-ға көбейтсек 1188 болатын еді. Жауап сонда Б болатын еді. 30-шы есеп. Айтады, қанттың ұнға қатынасы 2-ның 5-ке қатынасына тең. Ұн 750-ге тең. Қантты табу керек. Яғни ұн. Бүйтіп қатынастан қараймыз. Қанттың ұнға қатынасы 2-ның 5-ке қатынасындай дейді. 2-ның 5-ке қатынасындай. Яғни x деп жазып алайық. 5x-іміз сонда 750-ге тең болып тұр. Біз x-імізді тауып алуымыз керек. X-ті тауып алу үшін 750-ді біз 5-ке бөлу керек еді. 750-ді 5-ке бөлген кезде 150 болады. X-іміз 150-ге тең. Енді қантты тауып алу үшін x-тің орнына 150-ді қоямыз. 2-ні 150-ге көбейткенде 300 болады. Сонда қантымыз біздің 300-ге тең болатын еді. Айтады, масштаб 1-дің 50 мыңға қатынасындай 3 см шындықта қанша деп жазылып тұр. Яғни жазып аламыз. 1-дің 50 мыңға қатынасы 1, 2, 3, 3 см x деп жазып аламыз. X-ті табу үшін 50 мыңды 3-ке көбейтіп 1-ге бөлетін едік. Сонда x-іміз 3-ті 50 мыңға көбейткенде 150 мың болатын еді. 150 мың сантиметр. Енді сантиметр жауаптарда метр, километрменен тұрды. Енді қалай сантиметрді километрге айналдырамыз? 1 километрде бізде 1000 метр бар, ал 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. Сонда 1 километрде бізде 1000-ды 100-ге көбейтіп 3 нөл қосамыз, тағы да 2 нөл қосатын едік. Бізде 100 мың сантиметр бар еді. Сонда бізде
5 нөлді 60 келіппіз. 1, 2, 3, 4, 5, яғни үтір мұнда тұратын еді. 1,5 километр болатын еді жауап. 32-ші есеп. Санның 25% 60-қа тең санның өзін тап. Яғни санның 25% 60-қа тең. Санды тап. Сол санды табу үшін 60-ты 0,125-ке бөлу керекпіз ғой. Бөлген кезде бізде 240 болады. Яғни қалай шығардым бұны? Тез қалай шығаруға болады? 60-ты мен бөлу керекпін. 0,25 4-тен 1 ғой. 60-ты мен 1-ден 4-ке көбейтемін. 60-ты 4-ке көбейткенде 240 болады. 33-ші есеп. Қайсысы үлкен 45% пен 0,4 па? Біз 0,4-ті 40% екенін білеміз. Сонда 45% көп болады. Қараңдар, 3-тің 4-ке қатынасы 27-ның x-ке қатынасындай. X-ті табу керек. Қараңдар, 27-ні 3-ке бөлсең 9 болады, 4-ті 9-ға көбейтсең 36 болады. 36 болатын еді. Қалай тез есептеуге болады. Енді қараңдар, 20% жеңілдіктен кейін 960 төленді дейді бастапқы бағасы. Яғни бастапқы бағасы бізде x 20% жеңілдік дейді. Яғни 100%-тен 20% азайтамыз. 80%, 0,8. Соны 960-қа тең болды. Қандай да бір санның 0,8 көбейткенде 960 болды. Бастапқы бағасын табу үшін 960-ты 0,8-ге бөлеміз. 0,8-ге бөлеміз. Оны бөлу үшін үтірді жылжытамыз. 1 0 қосамыз. 9600-ді 8-ге бөліп керекпіз. Сонда 1200 болатын жауап. 36-ші есеп. 14-тің 21-ге қатынасын қысқарт дейді. 14 21 деп жазып алайық. Біз білеміз 7-ге қысқартылатын. 14-ті 7-ге бөлсең 2, 21-ті 7-ге бөлсең 3. 2-ның 3-ке қатынасындай жазып алуға болады. Жауап А болатын еді. Айтады, сыныптың 30% 9 оқушы барлығы қанша? Бұл есепті шығару үшін біз былай жазамыз. X сымыз 100%, 9 оқушымыз 30% деп. Бұл X-ті табу үшін біз не істейміз? 9-ды 100-ге көбейтіп 30-ға бөлеміз. Сонда 900-ді 30-ға бөлгенде 30 болатын еді жауап. Келесі 160 санын 12,15-ге арттыр дейді. Бұл есепті шығару үшін арттыр деп жазылып тұр. 100%-ке 12,15% қоссақ 112,15% болатын еді да. Енді 112,15%-ті 10 бөлшек ретінде жазсақ 100%-ке бөлу керекпіз. 100%-ке бөлу керекпіз. Бұл үшін былай жазалайық. 1, 1, 2, 5 деп жазып аламыз. 100 болғасын, 100 болғасын, үтірді 2 рет жылжытамыз. Мұнда тұрған үтір 1 рет, 2 рет, мұнда тұрады. 1,125 болды. Енді 160 санын дейді. Яғни 160-ты біз 1,125-ке көбейту керекпіз. Бұны көбейту үшін ең тиімді тәсіл 160-ты біз білеміз 0,125 8-ден 1 екен. Ал 1,125 ол деген 1,8-ден 1 екен. 160-ты сонда 1,81-ді бұрыс бөлшек ретінде жазып алайық. 8-ді 1-ге көбейтесің 8, 8-ге 1-ді қосасың 9, 8-ден 9. Енді 8 пен 160 қысқарылады. 1, 20. 20-ны 9-ға көбейткен кезде 180 болатын еді жауап. 39-ші есеп. 72 санын 25%-ке кеміт дейді. Яғни біз 72-ні 25% болғасын 100%-тен 25% азайтамыз. 75%. Яғни 0,175-ке көбейтетін едік. Бұны тоже қалай оңай способта көбейтеміз? 72-ні 0,175 4-тен 3 екенін білеміз. Сонда 72-ні 4-ке бөлген кезде қысқартқан кезде 18 болады. Ал 18-ді 3-ке көбейткен кезде 54 болатын еді. Жауап 54 болатын еді. Келесі есеп 40-ші есеп жазылып тұр. Қайсысының тығыздығы үлкен? Тығыздықты табу үшін қараймыз. 500 грамды 2 литрге бөлсек, бізде 250 грамм бөлінген литр болады. 900 грамды 3 литрге бөлсек, 300 грамм бөлінген литр болады. Яғни бізде 300 грамм бөлінген литр көп болатын еді. 41-ші есеп жазылып тұр. 20% жеңілдіктен кейін баға 840 болды бастапқы бағасы. Бастапқы баға көбейтілген. Қараңдар, 20% жеңілдік дейді. Яғни бастапқы бағаны жеңілдік болғасын 8-ге көбейтеміз. 100%-тен 20% азайтамыз, 80%, 80% 10 бөлшек ретінде 0,8 деп жазып аламыз. Сонда 840 болды. X-ті табу үшін 840-ты 0,18-ге бөлемін. 18-ге бөлем. Үтірін былай жылжытам. Былай 0 қосам. Мұнда 8400-ді 8-ге бөлетін едім. 8400-ді 8-ге бөлетін болсам, 1050 болатын жауап. Жауап жоқ. Нет. 42-ші есеп. Қараңдар, алдымен 25%-ке артты, кейін 20%-ке артты. Жалпы қанша процентке өсті деп тұр жауап. Сұрақ. Бұл есептің жауабы 45 деген қате болады. 25%-ке 20% қосып. Бұл есепті шығару үшін алдымен ойлану керек. Жазылып тұр. 25%-ке артты деп, яғни 100% болды ол басында. 25%-ке артып 125% болды. 125% болды. 125%. Айтады, 25% болды. Кейін ол 25%-ті 25 бөлінген 100 деп жазып, 10 бөлшек ретінде жазып алуымызға болады. 1,125. Так, 1,125 деп жазып алуымызға болады. Енді келесіде айтып тұр. Кейін 20%-ке артты дейді. 20%. 100%-ке 20% қосамыз енді. 120% болатын еді сонда. Қараймыз, 120-ны енді 100-ге бөлу арқылы
1,2 дейміз. Енді 125-ті 1,2 көбейтетін едік. 1,25-ті 1,2 көбейткенде 1,5 болатын. Қараңдар, 1,5 дегеніміз ол 150%, да? 1,5 дегеніміз бізде 150%. Сонда бастапқысында 100% болса, 150%-ке дейін артты. Яғни дұрыс жауап 50% болатын еді. Қанша процентке өсті? 50%-ке өсті. 150-ден 100 азайтсаң 50% болатын еді. 43-ші есеп. Сан 30%-ке кеміді, кейін 30%-ке өсті дейді. Нәтижесінде қалай өзгерді деп тұр. Яғни санымыз x болады бізде. Санымыз x болады. X 30%-ке кеміді дейді. Яғни 0,7-ге көбейту керек боламыз, да? Кейін 30%-ке артты дейді. Яғни 100%-ке 30% қосып, 130% дейміз. 130% ондық бөлшек ретінде 1,3 болады енді. Енді 1,3-ті біз 0,7-ге көбейту арқылы 0,191 деп алып алуымызға болады. Қараңдар. 0,191 ол 91%. Бастапқысында 100% болса, соңында 91% болып қалды. Яғни 9%-ке кеміп қалды баға. 44-ші есеп. X азайтылған 5 бөлінген 3 4-тің 6-ға қатынасында дейді. Пропорция ретінде тез шығарып тастауға болады. Яғни x азайтасын 5 тең болады. 3-ті 4-ке көбейтсең 12 болады, 12-ні 6-ға бөлсең 2 болады. Онда x тең болады. 5-ке 2-ні қосамыз, 7 болады. Жауап 7. 45-ші есеп қараймыз. А-ның b-ға қатынасы 5-тің 7-ге қатынасына тең, және b-ның c-ның қатынасы 14-тің 9-ға қатынасындай болса, а-ның c-ға қатынасын табыңдар дейді. Қараңдар, а-ның орнында 5 деген сан тұр. Да? С-ның орнында сәйкесінше 9 деп тұр. А-ның c-ға қатынасы 5-тің 9-ға қатынасындай болатын еді. Так, 46-ші есеп. Судың тұздыққа қатынасы 19-ның 1-ге қатынасына тең, барлығы 500 грамм тұз қанша деп тұр. Яғни 19-ның 1-ге қатынасы деп тұр. Судың тұзға қатынасы. Барлығы 500. 19x-ті 1x-ке қосу арқылы теңестіреміз. Барлығы 500 грамм дейді, 500. Сонда 20x-іміз біздің нешеге тең болып тұр? 500-ге тең болып тұр. Сонда 500-ге тең болып тұр. X-ті табу үшін 500-ті 20-ға бөлеміз. 500-ті 20-ға бөлгенде 25 болады. Сонда x-іміз біздің 25-ге тең болып тұр. Тұз қанша? Бізде тұз астында орналасқан. Судың тұзға қатынасы деп тұр ғой. Бізде тұз 1x. X-ның орнында 25, 1-ді 25-ге көбейтсең 25 болады. Яғни бізде тұз 25-ге тең болатын еді. 500-ден 25-ті азайтсаң қанша болады? 475 болады. 475 су болатын еді, егерде суды сұрап тұрса. 47-ші есеп жазылып тұр. Ұлдың қызға қатынасы 7-ның 5-ке қатынасына тең. Егер қыздар 30 болса, барлығы қанша? Жазамыз. 7-ның 5-ке қатынасы, ұлдың қызға қатынасы 7-ның 5-ке қатынасындай. Ұл деп жазып алайық, қыз деп жазып алайық, да? Сонда, егер қыздар 30 болса дейді. Егер 5x-іміз біздің 5x-іміз, мұнда 5 қыз ғой, 5x-іміз, да? Мұнда да x. 5x-іміз 30 болса, x-іміз біздің 30-ты 5-ке бөлгенде 6 болады. Сонда x 6-ға тең болатын еді. 7-ні 6-ға көбейтсек, ұлдардың санын тауып аламыз, да? 7-ні 6-ға көбейтсек 42 болады. 42 болады. Енді бізден не сұрап тұр? Бізден барлық оқушылар саны сұрап тұр. Яғни ұлдар 42 болса, қыздар жазып тұр 30. 42-ке 30-ты қосып 72 деп жазып алатын едік. Сонда барлығы 72 оқушы. 48-ші есеп айтып тұр. 1200 баға болды, 15%-ін азайт, кейін 12%-ін соңғы баға дейді. Яғни 1200-ді біз біріншіден 15%-ке азайт дейді. Яғни 100%-тен 15% азайтса 85%, 85% ондық бөлшек ретінде 0,185 деп жазып аламыз. Айтады, кейін 12%-ке артты дейді. Яғни 100%-ке 12% қосамын, 112%, 112% ондық бөлшек ретінде 1,112 болатын еді. Яғни біз 1200-ді сонда 1200-ді 100-ден 85-ке былай жазалайық, қысқартамыз қазір. Көбейтіп осылай жазып алу керек еді, да? Енді немен қысқартуға болады? Мына екі нөлікпенен мына екі нөлікті абыстауға болады. Сонда сосын неменен қысқартуға болады? 100-пен 85-ті қысқартуға болады, да? 5-ке қысқартуға болады. 100-ді 5-ке бөлсең 20 болады. 85-ті 5-ке бөлсең 17 болады. Сосын неменен қысқартуға болады енді? 20 менен мысалға 12-ні қысқартуға болады. 4-ке қысқартуға болады. Онда 3 болады, онда 5 болады, да? Сонда бізде не қалады енді? 3-ті 17-ге көбейтесің, оны 112-ге көбейтесің, 5-ке бөлесің. Егерде бәрінде көбейтіп алсаңдар, бөлі көбейтіп бәрін алсаңдар, жауап 1142,4 шығатын еді. Енді 49-ші есеп, қайсысы үлкен 3-тен 2 ма, немесе 66 ма? Егерде 2-ні 3-ке бөлетін болсаңдар, 0 үтір 6, 6, 6, 6, 6, 6 деп кете беретін болады, да? Бұның кете беретін болады. Процентін табу үшін 100-ге көбейтеміз ғой бұны. 100%-ке көбейтеміз. Сонда 66,66666 деп кете береді. Сонда 66,666 көп па, немесе 66 деген процент көп па? Конечно, 66 периодты процент көп болады. Яғни жауап сонда 3-тен 2 болатын еді. Келесі 50-ші есеп. Жұмыстың 40% 6 сағатта орындалса, пропорциялық есепте 10%, 100% қанша сағатта? X сағат деп, сағаттың астында сағат, проценттің астында процент деп x-ті жазап алатын едік. X-ті табу үшін 100-ді 6-ға көбейтесіңдер, 40-қа бөлесіңдер. Сонда бізде 100-ді 6-ға көбейтсеңдер 600 болады, 600-ді 40-қа бөлсеңдер 15 болады.
Жауап 15 болатын еді. Елу бірінші есеп дәл солай. 60%-ді 48-ге тең, 48-ге тең, 25%-ді нешеге тең деп жай пропорция ретінде шығарып алатын едіңдер. X-ті табу үшін 25-ті 48-ге көбейтіп 60-та бөлетін едіңдер. Қысқартып алайық та, 5-ке қысқартып алайық, 5 болады, 12 болады да, 12 мен 48 қысқарылады, 1 болады, 4 болады. 5-ті 4-ке көбейтсеңдер 20 болады. Жауап С болатын еді. Елу екінші есеп жай ғана пропорция. Біз 9-ның x-ке қатынасы 12-ның 16-ға қатынасы деп жазып аламыз. Бұл жерден x-ті тауып аламыз. X-ті тауып алғанда біз 9-ды 16-ға көбейтіп 12-ге бөлетін едік. Мысалға 9 пен 12 қысқарады 3-ке, 3 болады, 4 болады. 4 пен 16 қысқарады, 1 болады, 4 болады. 3-ті 4-ке көбейтсеңдер 12 болатын еді. Жауап. Елу үшінші есеп айтып отыр, қай жеңілдік көбірек, 1000-нан 800-ге дейінгі жеңілдік немесе 1000-нан 1200-ден 900-ге. 1000-нан 800 айтсам, мұнда 200 болады, 1200-ден 900 айтсам 300 болады. Логично көрініп тұр да, 300 теңге біз көбірек скидка жасап отырмыз, сондықтан Б көп сан тұр, сондықтан Б болады. Елу төртінші есеп, сандар 4-дің 9-ға қатынасындай, кішісіне 10% 10 қосылды, просто үлкеніне 20 азайтылды, 20 саны азайтылды. И қатынас 1-дің 2-ге қатынасындай болып кетті. Сол сандарды тап дейді. Қызық есепті. Көрейік, сандарымыз 4x пен 9x болсыншы, 9x. Қараймыз, 4x пен 9x болсын. Сонда біздің кіші санымыз 4x қосылған 10 болады. Ал үлкен санымыз 9x азайтылған 20 болады. И осы қатынасымыз біздің 2-ден 1-ге тең, 1-дің 2-ге қатынасына тең. Бұл пропорцияны шығарып аламыз енді. Қарама қарсы тұрған бөлшектерді көбейту арқылы. Яғни 2 4x қосылған 10 дейік. Қосылған 10 тең болады. 1-ді 9x азайтылған 20 деп жазаламыз. Шақшаны ішіне жазбай қоюға болады. Жазуға болады. 2-ні енді 4x-ке көбейтеміз. 8x қосылған 20 тең болады. 9x азайтылған 20 болады. X-терді былай, Y-терді былай, X-терді былай жинағанда бізде X тең болады 40 болады. Енді оңай способ, 4-ті 40-қа көбейтсек 160, 9-ды 40-қа көбейтіп 360 деген жауап шығатын еді. 160 пен 360 сандары болатын еді бізде. Елу бесінші есеп айтып тұр, шырынның суға қатынасы 3-дің 7-ге қатынасындай тең, жалпы общий бізде 300 мл, 1-дің 3-ге қатынасындай болу үшін қанша су құю керек? Жазып алайық, шырын деген сокта шырынның суға қатынасы бізде 3-дің 7-ге қатынасындай. 3-дің 7-ге қатынасындай. Яғни 3x деп алайық, 7x деп алайық та, сандарымызды біздің. 3x-ке 7x қосайық, сол 300-ге тең болып тұр. 300-ге тең, 300 мл-ге. Сонда біздің x-іміз, қараңдар, 3x-ке 7x қосқанда 10x, 10x 300-ге тең, x-іміз 300-ді 10-ға бөлу арқылы 30 деп алып аламыз. Яғни x-іміз 30-ға тең. 300-ді x-ның орнына 30 қояйық, 300-ді 30-ды 3-ге көбейтсек 90 болады. 7-ні 30-ға көбейтсек 210 болады. Сонда біздің шырынымыз 90 мл, суымыз 210 мл. Енді айтады, 1-дің 3-ге қатынасындай болу үшін, яғни біздің суымыз 3 есе көп болу керек шырыннан. Қанша су қосу керек? Сонда қараңдар, 90, яғни 90-ның енді 3 есе қатынасы, 90-ды 3-ге көбейтсең 270 қой. Сонда қанша бізде изначально 210 мл су бар. 270 болу үшін қанша литр су қосу керек? 60 мл су қосу керек. 56-шы есеп айтып тұр. Алдымен плюс 10% болды, кейін минус 10% болды. Соңында 990 бастапқы бағасын табу керек. Яғни бастапқы бағамыз x болсын. 10 плюс 10%, яғни 100% болды. 100-ге 10% қоссам 110%, 110%-ті ондық бөлшек ретінде 1,1 деп жазып алуымызға болады. Кейін минус 10% дейді. Яғни 100% болды. 100%-тен 10% азайтсам 90%, 90%-ті ондық бөлшек ретінде жазсам 0,9 болады. Яғни мұнда 1 қойдан 1,1-ді 0,9-ға көбейтетін болсақ 0,199x болады. Сол соңғы бағамыз 990 болады. Сонда 0,199 көбейтілген x бастапқы бағамыз ғой, 990 болады. Сонда x-ті табу үшін 990-ды 0,199-ға бөлу керек боламыз. Бөлген кезде бізде 1000 шығады. 1000. 57-ші есеп айтып тұр, картада 4 сантиметріміз 3 километр масштабын табу керек боламыз. Масштабты табу үшін біз бірінші 3 километрді сантиметрге айналдырып алу керекпіз. 3 километріміз біздің қанша? 3-ті 100 мыңға көбейтсең 300 мың сантиметр. Сонда 4-тің 300 мыңға қатынасы болып тұр. 300 мыңға қатынасы. Енді 4-ке қысқартсақ, 300 мыңды 4-ке бөлсек 75 мың болады. 75 мың болады. Сонда 1-дің 75 мыңға қатынасы болады. Жауап. 1-дің 75 мыңға қатынасы болады. Жауап. 58-ші есеп 12,5 деген қай бөлшек? Біз өттік сабақта 81 деп 81 12,5% болады. 59-ші есеп 18-дің x-ке қатынасы 3-дің 5-ке қатынасындай. 3-дің 5-ке қатынасындай. X-ті табу керек. X-ті табу үшін 18-ді 5-ке көбейтіп 3-ке бөлу керекпіз. Қысқарады, 6 болады. 6-ны 5-ке көбейтсең 30 болады. Жауап 30 болады.
60-шы есеп айтып тұр 40 оқушы 15% келмеді, кейін 2 оқушы келді. Қазір неше проценті бар дейді. Кішкене күрделі есеп. Айтып тұр 40 оқушы бар. 40 оқушы 40 оқушы келу керек еді. 15 оқушы 15% келмеді. Сонда 40 оқушының келгенін қарайықшы. 15% келмесе 100%-тен 15 азайтсаң 85% келді. 85% 0,185 болады. 40-ты 0,185-ке көбейту керекпіз. Ол үшін бүйтіп жазып алайық. 85-те 100-ге қысқартайық та. 20-ға қысқартсақ неше болады? Так, 20-ға қысқартайық. 2 болады, онда 5 болады. 2-ні 85-ке көбейтіп, 5-ке бөлу керекпіз. Сонда жауап бізде 34 болады. 34. Получается, 40 оқушы келу керек еді. Соның 15% келмеді. Яғни 40-тан 34 азайтсаң 6. 6 оқушы келмеді, 34-ті келді. Айтады. Бірақ кейін 2 оқушы келді дейді. 34-ке 2-ні қосамыз, 36 оқушы болды. 36 оқушы келіпті. Қазір неше проценті бар дейді. Яғни бізде 40 оқушымыз біздің 100% болса, соның 36 оқушысы неше процент болып тұр. Осы x-ті табу керекпіз. X-ті табу үшін біз 36-ны, точнее 100-ге көбейтіп 40-қа бөлу керекпіз. Так, бізде 40 пен 100 қысқарады 20-ға. 40-ты 20-ға бөлсем 2 болады. 100-ді 20-ға бөлсем 5 болады. Сосын 2 мен 36 қысқарады. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 36-ны 2-ге бөлсем 18. 18-ді енді 5-ге көбейтсек, бізде жауап 90 болады. 90% болады. Сонда 90% болады. 90% келіп отыр.